Лаваш ішіндегі жұмыртқа, қызанақ және ірімшік. Бұл жылдам әрі дәмді таңғы ас немесе жеңіл түскі асқа арналған керемет рецепт. Лаваш ішіне жұмыртқа, қызанақ және ірімшік салып, табада пісіргенде ерекше дәмді болады. Құрамы: 1 дана лаваш, 2 жұмыртқа, 1 орташа қызанақ, 50 ірімшік, моцарелла немесе гауда, 1 ас қасық сары май немесе өсімдік майы. Тұз, қара бұрыш, дәміне қарай. Жасыл шөптер, петрушка, көк пияз, қалау бойынша. Дайындау әдісі: 1 қызанақ пен ірімшікті дайындау. Қызанақты ұсақтап тураңыз. Ірімшікті үккіштен өткізіңіз. 2 лавашты дайындау. Лавашты жайып, ортасына үгітілген ірімшікпен туралған қызанақты қойыңыз. 3 жұмыртқаны қосу. Лаваштың ортасына жұмыртқаны сындырып құйыңыз. Тұз, қара бұрыш қосыңыз. 4 лавашты жабу. Лавашты 4 бұрышынан ортасына қарай бүктеп, жабық конверт формасына келтіріңіз. 5 табаға қуыру. Табаны қыздырып, сары май немесе өсімдік майын қосыңыз. Лавашты 2 жағын қызарғанша, жұмыртқа толық піскенше қуырыңыз, орташа отты 3-5 минут. 6 дайын тағамды беру. Үстіне жасыл шөптер сеуіп, жылы күйінде ұсыныңыз. Кеңестер: лавашты жұқа емес, тығыз түрінен таңдаңыз, сонда жұмыртқа ағып кетпейді. Қосымша дәм беру үшін ішіне қаймақ немесе сүйікті тұздықтарыңызды қосуға болады. Асыңыз кезде жұмыртқаны алдын ала араластырып, омлет тәрізді пісіруге болады. Ас болсын. Егер рецепт ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз және арнаға жазылыңыз.